Менің таңдауымдағы күн. Бұл медитация сіздің жаңа күніңіздің ең жақсы сценарийін жазуға көмектеседі. Медитацияға кіріспес бұрын өзіңізді және айналаңызды дайындаңыз. Қаласаңыз, жұпар иісті май шам жағып қойыңыз. Алдағы уақытта ешкім мазалай алмайтындай тыныш орын таңдаңыз. Алдағы уақытта сізді ешкім мазалай алмайтындай тыныш орынды таңдаңыз. Жерге немесе орындыққа жайланып отырыңыз. Аяқты айқастырмаған жөн. Денеңіз босаңсыған күйде рахат күй кешсін. Көзіңізді жұмып, мұрныңызбен терең тыныс алыңыз. Аузыңызбен демді шығарыңыз. Бойыңыздағы бүкіл мазасыздықты, уайымды, қорқынышты, артық ойды дем арқылы сыртқа шығарыңыз. Өз денеңізді төменнен жоғары қарай сезініңіз. Табаныңыз, балтырыңыз, тізеңіз, жамбасыңыз, кіндігіңіздің төменгі жағы, беліңіз, асқазан тұсыңыз, кеудеңіз, жауырыныңыз, иығыңыз, қолдарыңыз, саусақтарыңыз. Бойыңызда қан жүгіріп жатқанын сезініңіз. Қанмен бірге энергия тарап жатыр. Мойныңыз, басыңыз, бет сүйектеріңіз, әсіресе қабағыңыз. Қатуланған қабағыңызды жібітіңіз. Қабағыңызбен жымиыңыз. Иегіңіз сәл төмен, ал төбеңіз жоғары тартылуда. Омыртқаңыздан оттегі жүріп өткенін сезініңіз. Тағы бір рет мұрныңызбен терең дем алыңыз. Демді ауыз арқылы шығарыңыз. Енді өзіңіздің қалай тыныс алатындығыңызды бақылаңыз. Кеңсіріңізден өткен ауаның әуелде салқын, саф екеніне, ал ішіңізден шыққанда жып-жылы екеніне ден қойыңыз. Жай ғана бақылаңыз. Өзіңізді бірінші рет көріп тұрғандай көңіл бөліңіз. Енді бүкіл назарыңызды сезім патшалығы жүрек тұсыңызға аударыңыз. Ол жерде махаббат пен мейірім өмір сүреді. Сол бір жылы мекеннен жылт еткен сәуле пайда болып, үлкейе бастады. Бүлкілдеген қан тамырларыңыз арқылы жып-жылы болып, бүкіл бойыңызға тарап жатыр.
махаббат пен мейірімнің денеңіздегі әрбір жасушаға жетуіне рұқсат етіңіз. Жап-жарық, жып-жылы сәуле сізді жаңа күнге жетелесін. Ал дәл қазір жаңа күніңіздің қалай өтетінін елестетіңіз. Қандай жоспарларыңызды жүзеге асырып, қандай адамдармен кездесіп, қандай шаруа атқаратыңызды көз алдыңызға келтіріңіз. Бүгінгі күн туралы ойлағанда, қандай сезімдер баурайтынына мән беріңіз. Жүрек түпкірінен шығып жатқан жарық сәуленің бүгінгі күніңіздің әрбір сәтіне махаббат, мейірім, жайлылық, жылылық, қуаныш, бақыт әкеліп жатқанын сезініңіз. Әрбір кездесу, әрбір шаруа, әрбір сәт өте оңтайлы аяқталуда. Өзіңізді қадағалаудан, өзіңізге қатаң болудан бас тартыңыз. Міне, сол кезде ғана сіздің жаңа күніңіз жаратқанның бұйрығымен ғажап өтетін болады. Денеңізді бос ұстаңыз. Сіз өз күніңіздің қожайынысыз. Кез келген жағдайда қалай қарайтыныңызды тек сіз ғана шешесіз. Ол сіздің таңдауыңыз, сіздің еркіндігіңіз. Әрбір жаңа күніңізді Аллаға аманаттап үйреніңіз. Жан таласпаңыз. Сонда күніңіз мүлде басқа сипатқа, басқа мән мағынаға ие болады. Ал енді терең тыныс алыңыз. Бар зейініңізді баяу өз денеңізге аударыңыз. Өзіңіздің нық әрі сенімді тұрғаныңызды сезініңіз. Ақырын ғана керіліп, екі алақаныңызды ысқылаңыз. Ып-ыстық алақаныңызбен қос жанарыңызды жабыңыз. Жылылық бүкіл денеңізге тарап жатыр. Енді қолыңызды кеуде тұсыңызға барып, жаңадан басталатын ең ғажап күнді сезіне отырып, жаратқанға алғыс білдіріңіз. Алғыс, алғыс, алғыс. Сіздің арайлап атқан әрбір таңыңыз алғыстан басталуы керек.